в тебя влюбился Шахризад, но ты сделала за мною шаг назад. Никого любить я больше не могу, никого любить. I found peace in your vibes. I've been quiet for too long. I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. И барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен тағы да Тинто деп айтпауға көп болды достар. В общем, алдағы видеода көргенде мен ютубқа қайта келдім десем де болады. Бүгін сіздермен видеоны тағында көргендей кереметтей бір респак анимированный плюс неоновый достар. Бұл өте тамаша респак десем де болады. Бұған респак жететін респак жоқ десем де болады. Так, өтірік АФК болып ұртсаймыз. Тоқтана, Григорчик па? Жо, бұл Григорчик емес екен. Оның ютубер Спайред, по-моему, или минус твоя бетка дейді. То же самое. Григорчик па әлде білмеймін, короче, алдында ютуберка алдында видеомды көрсеңдер, мен Григорчикпен төбелескен болатым, соны атта салып тек сыныптаймыз. Найс, комбо. Натоша Григорчик емес шығар деп ойлаймын. Григорчик болса өкінішке орай ойнап тұр. Кеттік дальше. Так, достар, мына в общем өйстіп жанатын болады. Блоктар өте тамаша жана, және қазір асын қараңыздар, асы өте тамаша көккүмбек түстес болып тұр достар. Өзіме қатты ұнады десем де болады. Жалпы бұндай неоновый респактар қазір хит болып жатыр, бірақ та менде басқаша түсі десем де болады. Басқалардың әртүрлі түстер, менде осындай түс достар. Бұны кім жасады десеңдер достар, мен өзім жасадым. Жалпы алдыңғы неоновый түстердің сәл өзгертілген түрі, және мен бұған анимированный респак қостым десем де болады. Қараңдар, өте тамаша. Біз байқаған жоқ, енді қуатамыз. Так. И найс достар. Так, құлады. Қорқып кеттім, құламай қалдым деп. Так, сындырамыз енді кроватын. Так, кроват жоқ екен ол. Мен шатастырып алдым, ренжімеңдер. Кеттік дальше онда. Біз общем бұл катканы достар ұзақ уақыт түсірімде болады. Себебі бұяқта читерлер өте көп, және прокси уақытты жібере береді достар. Гринвиксте прокси проблема десем де болады. Сендерде проблема болса лайк басып кетіңдер. Дәл қазір достар, лайк басыңыз. Сәрақ қалды ғой. Опасно. Сындырдық. Так, енді қайт тірілмейді деген ойдам, күтіп тұрады. Жо, тірілмейді ма? Все, тірілмейді екен. Так, бізге енді қазір лук аламыз ау дейм, лук керек болып тұр бізге, все, найс. Просто бізде қазір анау жан-жақтағылардың сәлде болса нормально қорғаны. Так, қуата салайықшы. Жестко. Білдім осын, еді соқып келетін, үлгердім қуат. Все, найс. Так, біз енді общем достар, бұл респакты мен ровно 500 лайк деген сливать ететін болым достар. 500 лайк жинап тастайық. Дәл қазір лайк басып кет. Лайк басқаннан кейін мен сразу осы комментке дастап кететін болым. Ссылкасымен так на комбо алып тастайық садық. Найс, әдем базар жоқ. Так, достар, төбеге шығайық. Жайлап. Зорға шықтық қой. Прокси шығақтар жерді ма? Жоқ, прокси емес шығар деп ойлаймын. Прокси емес өтіріш, прокси шығар жермес екен. Так. Достар, біз ары қарай катканы жалғастырамыз. Бағана каткада прокси шығар жет, это же типичный Greenwix, в общем. Мен бұған қатты жыным келеді, бірақ сонда да енді прокси тез кіреді, сондықтан проксиде енді барғы же плюс бар жерде минус болады по-любому. Кеттік дальше салынамыз. Жан президент салынып қазір ана тез өлтіріп кетейік, себебі біздің көршілестер тез халявадан өлтіріп салу керек. Найс. Кеттік дальше. В общем, достар, мен бұл респаны сол 500 лайк деген сливать етсем, бағанағы айтқандай, достар, 500 лайк тесі жинап дәл қазір бөлісі так, комбо қаламыз жеги. Все, найс. И оны қай жерге десеңіздер, дәл осы видеоның комментіне тастап кететін болам. Бұндай РПны сіздер таба бермейсіздер деген ойдам. Достар, мен бұға дейін ешкімге сливать етпейтін болам. Даже сұрамақ қойсаңыздар болады. Лайк жиналсын, сразу берем, достар. Сразу тастайтын болам. Обижаться етудің қажет жоқ. И жай келесі видеоларда тағы кішкене видеолар салып тұратын болам. РП-ға байланысты керемет. Өзім жеке респагым жасап жатырмын. Так. Найс. Жо. Мен базама кет қалма деп ойладым мен оны. База жоқ. Так, мен просто инвентар анаша тупить етіп қалым сәл. Жарайды, кеттік, короче. Біздің базамызда ешкім демепті, әлі сындырмапты да. Онда біз закупаться етіп дейсіз. Достар, бұл респакты мен по идее бірінші Адзелі видеосын, сосын Аском видеосын көрдім. Бұл респак емес енді, осыған ұқсас, одан неоновый то же самое. Так, найс, все. И менде осыны неоновый респак жасап жүрген едім, жалпы. Соны енді сәл хиттан қап кетпей сал жерейін дедім. В общем, ұнаса лайк басып кетейік, ұнаса деген лайк басқанда по-любому сливать ету керек қой. Достар, бұны мен
500 лайк яғни айтып тұрмын 500 лайк оңай шығар деген ойдамын. Просто лайк базасы қиын емес жалпы. Или достарыңызға айтып жинап, былай аккаунттар осыны түсінетін шығарсыздар. Жинап осылай қараңыздар, осылай жанат, песчаникте блок жанат, науда жанат. Әртүрлі түске өте тамаша респект десем. Сәлақ апасына алдым. Я достар, ары қарай қазір жүріп көрейік. Мына жерде пока ешқандай респекттан лайк көріп тұрған жоқпын. В общем, FPS boost етеді деп ескенемін, бірақ білмеймін ол туралы да сезген жоқпын. Қатып та жатқан жоқ, FPS boost етіп жатқан жоқ, білмеймін не үшін. Бірақ FPS boost етеді деп айтқан еді. Так, или мен видео түсіріп жатқан соң сөйтіп жатқан шығар, менде бірақ қатулар болып жатқан жоқ. Мен басқа респекттен видео түсірсем өте көп қатады. Қазір қату болып жатқан жоқ. Так, мынаны жайлап өлтіріп тастаймыз ау деймін. Так, бізді байқама. Байқады дейсіз, қуаттық. Трамплин ұшып кетейін дедім сәл оны. Все, найс, кеттік оны датчик блок алудың қажеті жоқ деген ойдамын. Аны тіріліп отыр жүр. Кеттік соны кроватыстырып тастайық, әйтпесе қазір бізге мешать етуі мүмкін. Да, найс, андроид жер екен. Ничего, нормально. В общем, достар, бұл респектті мен тағы басқаша түрлерін жасап жатырмын алдағы уақытта. Бұл қандай десеңіз 128 x128. Мен ендігі видеоның по идее 1.12-ін қалай жазатын видео түсірейін деген едім. Себебі қазіргі уақытта 1.13-ні релиз шығып қойды. И сол релизден кейін барлығында 1.13-ге ауысып кетті десем болады. Ал 1.13-те Grimix жоқ. Мен айтарым достар, Grimix-те ойнай берудің қажеті жоқ, по идее үшін. Басқа да сервер бар, соны ойнасаңыздар болады негізі. Бірақ қатты Grimix ойнауларың келіп жатса, мен келесі видео түсіретін боламын 1.12-ге. По идее 1.13-те енді Xbox аккаунтсыз ойнауға болады деген еді. Так. Алып тастайық. Найс. Сынарсақ. Все найс. В общем, достар, 1.13-те Xbox-сыз кіруге болады деген, короче, сондай естіп жатыр. В общем, достар, видео аяқталды. Сіздермен болған Тинто. Өкінішке орай, достар, келесі мағлұматтар келесі видео айтатын боламын. Сіздермен болған Тинто. 500 лайк жинап кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар достар.